Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті Батыр Авто каналының оқырмандары. Мінекей сіздер назарларыңызда Hyundai авто орталығының жүрілген автокөліктері. Мінекей біз осы барша автокөлікке шолу жүргізе кететін болсақ, алдарыңызда Lifan, мінекей Lifan X70. Lifanның жылы 2018, жүрілген қашықтығы 66 000, қозғалтқыш көлемі 2 куб, қорабы автомат. Ары қарай бізде Mitsubishi Montero. Monteroның сұрап тұрған бағасы 3 490 000, жылы 2000, қозғалтқыш көлемі 3 куб, жүрілген қашықтығы 248 000. Қорабы автомат. Ары қарай кеттік. Бұл бізде Subaru XV. Subaru'дың бағасы 6 990 000, жылы 2015, жүріп өткен қашықтығы 54 000, қозғалтқыш көлемі 2 куб. Салоны мата екен, қорабы автомат. Мінекей Subaru'дың сыртқы келбеті, түсі де ерекше екен. Жалпы Subaru'дың сыртында ешқандай да бір ақау немесе сызылған, соғылған жерлері жоқ. Мінекей өздеріңіз көрсеңіздер, таза, сырт көзге таза. Ары қарай бізде Nissan Juke кроссовері. Juke'тың бағасы 5 90 000, жылы 2012, қозғалтқыш көлемі 1.6, жүріп өткен қашықтығы 56 751 километр. Тұтынатын отыны бензин. Мінекей Juke'қа жалпы әйел кісілер қызығады, өйткені бұл автокөлік өте шағын және де асты биік, қала жүрісіне өте жақсы. Мінекей автокөлікте, мінекей бамперінде мынандай бір ақаулар байқаймыз. Бұл жүрілген автокөлік болғасын, ондай қатты анау айтатын нәрсе емес, өйткені бұндай майысқан, сырылған жерлер барлық жүрілген автокөліктерде болады. Мінекей ары қарай бізде Lexus GS 350. Автокөліктің дизайны өте әдемі. Бензоны, оптика, диод. 11 850 Lexus'тың бағасы, жылы 2013, қозғалтқыш көлемі 3.5, қорабы автомат. Салоны былғарыдан, яғни кожаный салон. Мінекей автокөліктің сыртқы келбеті, дизайны өте әдемі. Мінекей салоны былғарысы қызыл түсті. Мінекей артқы жағынан парктроник. Автокөліктің жағдайы өте жақсы. Ары қарай бізде нағыз қазақтың темір тұлпары Toyota Camry 55 автокөлігі. Camry'дің бағасы 9 670 000 екен, жылы 2014, жүріп өткен қашықтығы 95 000, қозғалтқыш көлемі 2.5.
қорабы автомат екен. Мінекей. Автокөліктің сырты жылтырап тұр. Құдды бір жаңа автокөліктей. Таптаза екен. Мінекей достар. Қанша автокөлік басқа жерлері сау, қанша дегенмен таза болғанмен, мінекей байқасаңыздар, мынандай бамперде сырылған жұмыстар бар. Жалпы бамперде сырылған тас деген нәрселер ол анау айтатын зат емес, ол барлық автокөлікте болады. Мінекей біздің Королланы сатып алушылар қарап жатыр екен. Королланың бағасы 4 миллион 850, жылы 2014. Жүріп өткен қашықтығы 180 мың, қозғалтқыш көлемі 1/3, механика. Мінекей. Ары қарай бізде Peugeot 508. Нет, не бар. 4 миллион 900 бағасы. Жылы 2016, жүріп өткен қашықтығы 157 мың, қозғалтқыш көлемі 1/6. Мінекей. Peugeot. Peugeot негізі біздің елде сирек кездесетін автокөлік. Мінекей. Өйткені біздің рынокта бұл автокөліктер өте аз. Мінекей. Жалпы түрлері әдемі келеді. Ары қарай бізде Kia Picanto. Мінекей. Өте шағын автокөлік. Студенттерге нағыз таптырмайтын автокөлік деп ойлаймын өзім. Бағасы 3 миллион 550, жылы 2014 екен. Жүріп өткен қашықтығы 65 мың, қозғалтқыш көлемі 1/3, қорабы автомат екен. Мінекей. Автокөліктің сыртын бір көріп шығайық. Мінекей. Автокөлік айтарлықтай таза. Ешқандай да бір ақаулар жоқ. Мінекей. Ары қарай бізде Hyundai Accent. Accent'тің бағасы 4 миллион 90, жылы 2014 екен, қозғалтқыш көлемі 1/6, қорабы автомат, жүріп өткен қашықтығы 138 мың. Мінекей. Accent'тер жалпы қазақстандық автобизнестің басым бөлігін жаулап тұрған автокөлік. Өйткені автокөліктің өтімі жақсы. Автокөлік шағын, экономичный, барша адам қызығып алады. Дәл алдарыңыздағы Accent жағдайы жалпы жақсы екен, бір көзге. Ешқандай бір ақаулар, сырылған, соғылған жерлер байқалмайды. Мінекей. Ары қарай бізде Hyundai Solaris. Accent пен Solaris'тің айырмашылығы ол. Solaris біздің көршілес Ресей елінде құралып шығарылады. 4 миллион 290 екен Solaris'тің бағасы. Жылы 2014. Базовый комплектацияда. Қозғалтқыш көлемі 1/6,
қорабы автомат. Ары қарай бізде тағы да Hyundai Accent, бірақ кейінгі кузовта. Бағасы 6 миллион 90, жылы 2018, жүріп өткен қашықтығы 55 мың, қорабы автомат, қозғалтқыш көлемі 1.6, отыны бензин. Линзованный оптика, диодпен әрленген фонарлар. Автокөліктің жағдайы сырт көзге өте жақсы. Автокөлікте парктроник. Сіздің жалпы Accent жайлы ойыңыз қалай? Соны комментарияға қалдырып кетіңіздер. Ары қарай бізде Hyundai Santa Fe кроссовері. Кроссовердің бағасы 16 миллион 290 екен, жылы 2019. Жүріп өткен қашықтығы 41 мың. Қорабы автомат, қозғалтқыш көлемі 2.4. Тұтынатын отын түрі бензин. 17-лік әдемі дискларда. Жалпы Santa Fe'нің дизайны жайлы өз пікірлеріңізді комментарияға қалдырыңыздар. Біз барша сіздердің жазған пікірлеріңізді оқитын боламыз. Мінекей достар, біз Hyundai автоорталығының автокөліктеріне қысқаша шолу жүргізіп өттік. Келесі болып қай автосалонды көргілеріңіз келеді, соны комментария қалдырыңыздар. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Барша сұрақтарыңыз бойынша комментария қалдырыңыздар. Егерде тексерілген несиеге автокөлік іздесеңіз, описаниядағы нөмірге хабарласып, барша сұрақтарыңызды сонда қойсаңыздар болады. Біз баршаңызды өзіміздің Батыр автосалонында көруге асықпыз. Баршаңызға сәттілік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.